Сәлем достар, сіздермен Дана. Бүгінгі видеода сіздерге осындай свадебный ободок жасап көрсететін боламын. Осындай вуальмен көзді жауып тұратын ободок қазіргі жылдың ең сәнді үлгілерінің бірі. Ең алдымен бізге осындай ободоктың основасы керек. Одан кейін гүл қажет, матадан жасалған поролон, сонымен қатар кәдімгі қарапайым қатты сетка и осындай велюровый мата. Бізде метражный дайын гүліміз 4 штук қана болып тұрғандықтан біз қазір басқа матадан гүл өз қолымызбен жасайтын боламыз. Бірінші мен матаны осылай бір-бірінің үстіне қабаттап бүктеп аламын. Одан кейін осындай формалар дайындап аламын, круглый. И осы форма бойынша матамызды кесіп шығамыз. Бізге примерно бір 4-5 штук гүл қажет. Оған көп емес, осындай екеуден кесіп шығатын боламын. Мен маталарымды кесіп алдым. Ендігі кезек матаның шеті сетінеп кетпес үшін және оған кәдімгі табиғи гүлдің формасын беру үшін осылай кішкене шет-шетін отқа күйдіріп шығатын боламыз. Гүлдердің лепестоктары дайын болды. Ендігі кезек ине жіпті сабақтап алып, осы гүлдерді жинайтын боламыз. Гүлді жинап біткеннен кейін соңында осындай тастармен, моншақтармен әсемдеп сәндеуге болады. Тастарымызды тігіп болғаннан кейін екі қайтара сабақтап гүлдерімізді дайындап қоямыз. Міне біздің бірінші гүліміз дайын. Қолдан жасалған гүлдер дайын гүлдерден гөрі әдемірек шығады. Мынау енді гүл жасаудың басқаша әдісі. Бұл жерде ешқандай тассыз, осылай біздің дайын гүлімізге ұқсас формада гүл жасайтын боламыз. Біз гүлдерімізді дайындап алғаннан кейін келесі кезек ободоктың өзін тігетін боламыз. Бірінші біз ободоктың өлшемін аламыз, 37 сантиметр. Ең жіңішке жағы 1,5, ең жуан жағы 3 сантиметр. Мен бұлай есептедім, түсінікті болу үшін жазып кеттім. Мысалы, ободоктың қалың жері 3 сантиметр, асты-үсті уже 6 сантиметр бізге мата қажет. Поролон бар бізде 1 сантиметр, 7 сантиметр болды ма, оған қосамыз тағы да шовқа 1 сантиметрден 2 сантиметр. И ұзындығын
тең жартысы 18/5 болады. Солай қазір өлшеп лекаламызды дайындап аламыз. Матаның қандай екеніне де мән берген дұрыс. Мысалы, менің жағдайымда велюровый мата, трикотажный, созылатын велюр. Мен қазір тіккеннен кейін оны міндетті түрде өлшеп көремін. Ободогымды кигізіп, если дұрыс болып шықса, толық қаптап тұру керек. Ободогымызды дұрыс болмай кеңірек болатса, онда сол жерде инемен шаншып, қайтадан кішкене тігетін боламын. Өйткені бұл жерде созылатын маталарда растяжимость бар, минус 20% ап тастау керек. Біз матамызды 4 бүктеп, қазір лекалымызды қоятын боламыз. Жуан жағын сол бүктелген жағына, жіңішке жағын соң жағына қойып, кесіп аламыз. Одан кейін біз поролонымызды алып, осылай ободогымызды қаптап клейлеп аламыз. Соң жағына плюс 1 сантиметрде артығымен ішке қарай бүктеулі тұру үшін клейлеп аламыз. Одан кейін артық жерлерін ободогтың формасына сәйкес етіп кесіп шығамыз. Дайындап алған матамызды тігіп шығатын боламыз. Если сіздерде машинка жоқ болса, қолмен тігіп шықсаңыздар да болады. Ободоктың ең жуан жерінен тігіс жүргізіп өткеннен кейін 3-4 сантиметрден кейін закрепка жасап, тігісімізді тоқтатамыз. Одан кейін кішкене орын қалдырамыз да, отверстие. Кейін біздің ободогымызды осы тесік арқылы тығатын боламыз. Одан кейін қайтадан тігіс жүргіземіз. Дайын матамыздың отверстиясынан осылай ободокты аккуратно кіргізетін боламыз. Осы сәтте белгілі болады, артық мата бар ма, жоқ па. Ол енді матаның качествосына байланысты. Әр матаның созылу проценті әртүрлі. Сондықтан сіздерде если бос орын болып жатса, қайтып шешіп алып тігсеңіздер болады. Менің жағдайымда размері бір-біріне дәлме-дәл келіп тұр. Енді осы кішкене ашық жерімізді қолмен ине жіппен тігіп тастаймыз. Ободоктың тігіс түскен жеріне мен осындай кружевная лентаны клейлеп шығатын боламын. Ободокқа осы сеткамызды тігіп шығатын боламыз. Бұл жерде сетканың ұзындығы 40 см, высотасы 14 см. Бірақ осы қазір бір шетін тігіп алғаннан кейін қолмен мен өзімнің бетіме көретін боламын. Сетканың үлкендігін артық жерлері болса қиып алып тастайтын боламын. Ободокты киіп, сетканы өлшедім. Менде примерно 3 сантиметрде артық екен. Оны алып тастап, қазір келесі екінші бетінде осылай ине жіппен тігетін боламын.
сетканы ободокқа тігіп болғаннан кейін сол сетканың үстінен біз гүлдерімізді тігіп бастаймыз. Гүлдердің қойылу реті ол өз фантазияларыңызға байланысты, тастар қосып жіберсеңіздер болады арасына. Мен дайын гүлдерді, одан кейін өзім жасаған гүлдерді араластыра отырып кезекпен тігіп жатырмын. Біз гүлдерімізді тігіп шықтық. Негізі осылай бас жағында сетканың ашық жерін тоже ободокқа тігіп қадап шықса болады, бірақ мен просто осылай қалдырдым. Қазір сеткаға жемчуг тігетін боламын. Немесе термоклей болса, сонымен Сваровский тастарды жабыстыруға болады, майда тастарды. Бұл бізде ободок жасаудың ең қарапайым, қолдағы бар сеткадан жасайтын түрі. Негізі дайын тастармен, жемчугпен маталар тауып жатсаңыздар, қолдануға болады. Біздің жемчугтарымыз тігілді, ободок осылай көрінеді. Өте әдемі, нәзік, кез келген қызға жарасады. Ұнаса лайк басыңыздар, каналға тіркеле кетіңіздер.